Саламатсыздар ма? Азат Ньюс назарларыңызға бейсенбінің маңызды деген жаңалықтарын ұсынады. Бүгін көретіндеріңіз. Жас бишілер қайда барып жаттығады? Ішкі істер министрлігіне қарасты спорт кешенінде дау шықты. Олар ойлайды, би ол ашин істеп, бірақ олар білмейді, біреуге ол өмір. Қыран бүркіт не алмайды салса баптап. Алматыда бүркітшілер сайысы басталды. Стадиондарда өтіп жатыр. Бұл стадион енді бүркітке қиын. Бұл бүркіттер бұндай табиғатқа үйренбеген ғой бұлар. 3 күнде 200 тербеліс. Тайванда жер сілкінісі толастамай тұр. Астанадағы ішкі істер министрлігіне қарасты Алатау спорт кешенінде дау туды. Кешен директоры залды жалға алып келген Намат және жеке меншік би мектебін ақша төлемеді деп кінәлайды. Би мектебінің жетекшісі жалға алу құнының өсіп кеткен және залды жөндеуге жұмсаған қаржының ескерілмегенін айтады. Бір аптадан бері Астанадағы Намат жекеменшік би мектебінің оқушылары би сабағын ала алмай жүр. Себебі олар жаттығатын Алатау спорт кешені басшылығы биыл залдың жалақысын көтерген. Қарызды төлемеді деп санаған спорттық кешен бастығы жас бишілердің залын тарс жауып, кіруге тыйым салыпты. Бұл бимен әуестенетін балалардың ата-анасының наразылығын тудырып отыр. Мынау ақшаны көтергені өте жаман нәрсе. Енді айтайын дегенім, орысша айтайын. Дети это не бизнес, если честно сказать. Ол саған немес, анау семіртіп мал базарға апарып көтеріп етті сатады. Етті сөріне көпет қазақта. А балалар, мұнда бар, мамалары, папалары жоқ, нелер бар. Келіншектері бар. Оның бір баласы, екі баласы келіп жүр. Оған қазір тағы да қосу керек бағаны. Бір жағынан айтайын дегенім, мына руководство осы Алатаудың қысып жатыр. Міне опечатать етіп тастады. Міне бүгін қазір репетиция, ертең министерствода не болады? Концерт. Бұл мектепте 90 бала бионермен айналысады. Мектеп жетекшісі Айнагүл Нұрғазина бірнеше жылдан бері залды өз күштерімен ата-аналар көмектесіп жөндеп келе жатқанын айтады. Оның сөзінше, бұған дейін бірнеше жаттығу залын ауыстырып, бәріне де жөндеу жұмыстарын өздері жасаған. Алатау спорт кешеніне жалпы сомасы 8 миллион теңгеден астам ақша жұмсаған. Залды жалға берудің былтырғы бағасы осы есептен шегеріледі деп ауызша келіскен едік дейді ол. Біз жалға берілген мерзімнің тек бір бөлігін ғана төлеген жоқпыз, себебі біз ол залға үлкен жөндеу жасадық. Сол себепті қарыз болып қалдық. Шын мәнінде мемлекеттік мекемеге жөндеу жасап беруге міндетті емеспіз. Олар балалар дайындығы үшін жағдай жасауы тиіс. Солай бола тұрса да біз ескі сарайды жөндеп шықтық. Ол зал осында қалды. Біз оны алып кетпейміз ғой. Енді олар біздің жөндеу жасаған залымызды бізге 140%-ға қымбат өткізіп отыр. Алатау спорт кешені Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі балансындағы мекеме. Биылғы қаңтардан бері мекеме басшысы ауысып, жаңа басшылық би мектебінен ай сайын 600 мың теңгеге жуық жалға беру ақысын талап еткен. Бұл былтырғы жалға беру ақысынан 2 есе көп. Алайда кешен басшылығы талаптарының заңды екеніне сенімді. Закрыли зал. Речь не идет. Залды жаптық. Мәселе балада да, оның ата-анасында да емес. Бізде екі ұйымның арасында азаматтық құқықтық қарым-қатынас бар. 2017 жылы Наматтың бізге қарызы 2,5 миллион теңге болды. Біз оларға қарызы өтеу керектігі туралы бірнеше хабарлама бердік. Ешқандай нәтиже шықпады. Биылғы жылы арамызда ешқандай келісім шарт жоқ. Кеше Нұрғазина келіп, келісім шарт жасасқысы келетінін айтты. Біз онымен келіспейміз. Себебі ол қарызын төлеген жоқ. Мұндай жағдайдың шешімі тек сот қана. Екі ортадағы даудың зардабын балалар тартып отыр. Есігін учаскелік полиция мөрлеп кеткен залдарына кіре алмайды. Фойеде жаттығуға мәжбүр. Жас бишілер 9 ақпанда Астанада өтуі тиіс, жыл мұғалімі шарасында өнер көрсетуі тиіс. Бірақ оған немен баратындарын да білмейді. Себебі би костюмдері де жабық есіктің ар жағында. Олар ойлайды, би ол ашин істеп, бірақ олар білмейді, біреуге ол өмір. Сания Тойкен, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс. Бүгін Қауіпсіздік кеңесінің қызметі туралы заң жобасына байланысты Әділет министрі Марат Бекетаев пікір білдірді. Бұған дейін заң осы нұсқада қабылданса, кеңес ел билеудің негізгі орталығына айналуы және қазіргі президент кеңесті өмір бойы басқаруы мүмкін екені айтылған.
Қауіпсіздік кеңесінің қызметі туралы заң жобасын Әділет министрлігі әзірлеген, кейін заң жобасы мәжілісте таныстырылды. Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда конституциялық реформа жасалған. Сол реформа аясында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қауіпсіздік кеңесін тұрақты басқаратыны анықталған. Министр Марат Бекетаевтың сөзінше, мұндай өкілеттіліктің берілуіне президентке деген халықтың сенімі негіз болған. В нынешний период времени, когда... Дәл қазіргі кезде терроризм мен экстремизм қаупіне байланысты халық үшін, тұрғындар үшін, ел үшін тұрақтылық факторы өте маңызды. Әңгіме еліміздегі тұрақтылық механизмдерін күшейту жайында болып тұр. Және де өздеріңіз білесіздер, біздің ел елбасының үлкен абыройының арқасында аймақтағы қауіпсіздікті де қамтамасыз етіп отыр. Солтүстік Қазақстан облысында монополияға қарсы департамент көмір сатумен айналысатын 4 компанияны тексеріп жатыр. Айтуларынша, олар 2016-17 жылдары Шұбаркөл көмірінің бағасын өзара сөз байласып, әдейі қымбаттатып сатқан. Ал тексеріліп жатқан компания басшылары бұл айыппен келіспейді. Толығырақ тілші тарқатады. Бағаны негізсіз көтерді деген күдікпен тексеріске түсіп жатқан мекеменің бірі Азия ИК серіктестігі. Камераға сөйлеуден бас тартқан серіктестік директорының айтуынша, мекемеге былтыр 23 қазаннан биылғы 19 қаңтар аралығында 3 ай комиссия келген. Кәсіпкерлік кодекс негізінде тексеріс жасағандар серіктестікте заң бұзылмағанын анықтапты. Бірақ көп өтпей тағы да тексеріс басталыпты. Пожалуйста, если департаменту антимонопольному нужно это расследование, пусть расследует. Ал Отын ЛТД серіктестігінің басшысы Евгений Даниловтың айтуынша, фирма негізінен екібастұз және Майқұба көмірін сатумен айналысады. Шұбаркөл көмірін сатпағалы көп болды дейді. Потому что дефицит угля этого шұбаркульского, у нас его нету. За этот период, на который... Шұбаркөл көмірін 16 жылдың қыркүйегі мен 17 жылдың қазан айы аралығында Отын ЛТД серіктестігі алған жоқ. Сол себепті біз Шұбаркөлден пайда көрмедік. Біреулермен келісудің еш негізі болған жоқ. Бұл жөнінде сіздерге айтарым осы. Не имело никакого смысла там с кем-то о чем-то договариваться. Монополияға қарсы департамент мамандары болса, көмір жеткізуші 4 компания өзара сөз байласып, арзанға келген көмірді жоғарғы бағаға сатқан дейді. В отношении 4 субъектов начата процедура расследования, срок. 4 субъектіге қатысты тергеу шаралары басталды. Тергеу 3 айға дейін жалғасады. Аталған субъектілердің әрекетінен заң бұзылған анықталса, оларды жауапқа тартамыз. К ним будут применены меры антимонопольного реагирования. Департамент өкілінің айтуынша, компаниялар 13 мың теңгеге сатылуы тиіс Шұбаркөл көмірінің тоннасын 15 мыңға көтерген. Бұл күдік дәлелденсе, оларға салынатын айыппұл көлемі компаниялардың монополист ретінде тапқан табысының 3%-на тең болады. Нұргүл Алина, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс. Кеше қазақстандық кей ақпарат құралдары РИА рейтинг агенттігіне сілтеме жасап, Қазақстан жанармайы ең арзан ел деп мәлімет таратқан. Агенттік дерегінше Қазақстанда АИ-95 бензинінің литрі 176 теңгеден сатылады. Екінші орында Беларусия тұр, Ресей үшінші. РИА рейтинг бұл көрсеткішті Еуропа елдерімен салыстырып жасаған екен. Ал бүгін Қазақстан статистика комитетіне сілтеген Энерджипром агенттігі Қазақстанда бір жылда жанармай бағасы 21%-ға қымбаттады депті. Энерджипром агенттігінің жазуынша, былтыр Қазақстанда шыққан мұнай өнімдерінің жалпы құны 710 миллиард теңгеге жуықтаған. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 14%-ға көп. Былтыр пайдаланылған мұнай өнімдерінің 59%-ы Атырау зауытына, 12%-ы Павлодар зауытына, 11%-ы Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытына тиесілі. 2017 жылы бензин 4%-ға көбірек өндірілгенімен, дизель отынының өндірісі 6%-ға азайған. Ресми дерек бойынша Қазақстанның мұнай өңдеу зауыттары қазақстандықтардың бензинге сұранысын 74%-ға, дизель отынына сұранысты 91%-ға қамти алған. Былтыр бензин бағасы маркасына қарай АИ-92 17%-ға, АИ-95-96 20%-ға, АИ-98 21%-ға өскен. 2017 жылы жазғы дизель отыны 22%-ға, қысқы дизель отыны 27%-ға қымбаттаған. Бүгін Алматыда Қыран 2018 деп аталатын құсбегілер сайысы басталды. 3 күнге созылатын сайыста бүркітшілер құстарын қолға шақырып, шырғаға түсіріп, қоян мен түлкіге салып көрмек. Толығырақ Нұртай Алақан баяндайды. Алматыда басталған құсбегілер сайысына Қазақстанның 10 аймағынан 60-қа жуық бүркітші келіпті. Арасында қашығы мен лашын, етелгі мен сұңқар ұстағандар да бар.
Құсбегілер сайысын ұйымдастырушы Қыран Федерациясының атқарушы директоры Бағдат Мүптекқызының айтуынша, халықаралық бүркітшілер сайысы Алматыда ұйымдастырылмағанына 30 жыл болыпты. Бізде бұрын тек қана жарыстың көбінде мына бүркітшілер, сосын қаршығашылар қатысатын. Ал енді осы жарысқа бізге мынау Сұңқар ителгі, содан кейін мына Лашын бірінші рет қатысып отыр. Ал енді басқа өңірлерде жыл сайын енді республикалық жарыстар ұйымдастырылады. Әсіресе Алматы облысында жыл сайын мына Сонар республикалық жарысы өтіп жатыр. Алматы орталығындағы ипподромда өтіп жатқан сайыстың алғашқы күні қатысушылар бүркітті қолға шақырумен шырға салу түрі бойынша өнер көрсетті. Кей құстар сол маңдағы ағаштың басына қонақтап отырып алса, кейбірі жарты шақырым жерден шақырған иесінің дауысын жазбай танып барып жатты. Таулы аймақтардан келген құстардың жазғы жерде иесін бірден табу қиын дейді бүркітші Алдаберген Шалиев. Жалпы мына бүркітшілік өнер ауылдан жырақ сыртқары жерде болса жақсы. Еғін оған қазір мынау заман талабына сай әртүрлі нелермен осындай стадиондарда өтіп жатыр. Бұл стадион енді бүркітке қиын. Бұл бүркіттер бұндай табиғатқа үйренбеген ғой бұлар. Қазақ даласында кең биікте тауда өмір сүріп жүрген құстар негізі кең жерде жақсы болар еді. Бүркітшілер сайысы 10 ақпан күні аяқталады. Ертең құстардың бабын сынап, қоя мен түлкіге салмақ. Жарыс жеңімпазы анықталмаған жағдайда қасқырға саламыз дейді ұйымдастырушылар. Жарыстың бас жүлдесі 200 мың теңге. Нұртай Лақанұлы, Ринат Пазылбаев, Санат Нұрбек, Азат Ньюс. Әлеуметтік желіде 100-ге жуық ғылым қызметкерінің президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдаған хаты жарияланды. Хатқа қол қойғандар ғылыми еңбектерді қаржыландыру үшін ұйымдастырылған байқаудың әділетсіз өткенін жазады. Тақырыпты Аян Қалмұрат жалғастырады. Саламатсыздар ма? Назарбаевқа жолданған хатта әділетсіз өтті делінген байқау айналасындағы даудың басталғанына біраз уақыт болса да, білім және ғылым министрі Сағадиевтің әлі ресми мәлімдеме жасамағаны жазылған. Осыған қатысты қоғамдық белсенді Мұхтар Тайжан сәтсіз эксперименттер үшін Сағадиевті қызметінен қуу керек дейді. Маргарита Өмірбекова есімді қолданушы мына бір постында білім және ғылым министрлігі құрған жүйеден білікті ғалымдар зиян шегіп жатқанын жазады. Үндеу жолдаған ғалымдарға батыл болыңдар, қазақтың жас ғалымдары демократия үні деп қолдау білдіріп жатқандардың бірі Гүлмира Сұлтан есімді қолданушы. Ләззат Құсайынова болса, мәселені президент естіп, тұйыққа тірейтін шеңберді бұзатын сәт таяды деп жазады. Ал Баян Әлімғазина жағдайдың осындай болғаны қандай өкінішті, көңілі қалғандар шетелге кетуге мәжбүр болады деп қапаланып отыр екен. Біржан Сұлтанұлы есімді қолданушы біздің елдегі ғылым бизнес емес, сондықтан бизнесмен шенеуніктерге ол қызық емес дейді. Оның астына Ола есімді қолданушы ғылым нағыз бизнестің көзі ғой деп көз қысып кетіпті. Бүгінге осы Азаттықтың желідегі парақшаларына лайк басуды ұмытпаңыздар. Кездескенше. Енді жаһан жаңалықтары. Ангела Меркель басқаратын Христиан демократиялық партиясы мен социал-демократтар коалиция құру туралы келісті. Тайванда жер сілкінісі әлі толастамай тұр, ал ақш-та 2 жылдың бюджеті бекіді. Бірнеше айға созылған келіссөзден кейін Германия партиялары коалиция құру туралы келісімге келді. Сәрсенбі кешке Берлинде жасалған мәлімдемеден кейін елдің жаңа үкіметін құруға жол ашылды. Күні бойы күрделі келіссөздер жүрді. Бағасы қымбатқа түссе де келісімге келдік. Христиан демократиялық партиясы мен социал-демократтар былтыр қыркүйектегі парламент сайлауынан кейін коалиция туралы ұзақ келісе алмай қойған. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша 12 жыл канцлер болған Ангела Меркель Германия үкіметін тағы 4 жыл басқармақ. Бейсенбіде Қытайдың Гуандун провинциясында метро апатында 8 адам қаза болып, 3 адам жоғалғаны анықталды. Сәрсенбіде Фошан қаласындағы метроның жаңа жолағы қазылып жатқан туннель опырылып кеткен еді. Іздестіру әлі де жүріп жатыр. Тайвань аралында жер сілкінісі тоқтамай тұр. 3 күнде 200-ден астам сілкініс болған. Апат Хуалян қаласында құтқарушылардың жұмысын қиындатты. Билік болжамынша алдағы 2 апта бойы күші 5 балға дейін жететін жер сілкіністері болмақ. Әзірге қирандылар арасынан 10 адамның денесі табылды, 200 адам іздестіріліп жатыр. Сейсенбі түнде басталған Тайвань аралындағы сілкіністің магнитудасы 6,5 балға жеткен. Апаттан үйлер құлап, кейбірі қисайып қалған. ақш конгресінің өкілдер палатасында республикашылдар мен демократтар бюджет мәселесі бойынша келісімге келді. Уағдаластық бойынша енді ақшта мемлекеттік шығындарға қойылған шектеулер алынып тасталады. Алдағы 2 жылдың бюджеті бекиді.
Бюджет қосымша 300 миллиард долларға ұлғаймақ. Жиында демократтар жетекшісі 77 жастағы Нэнси Пелоси үзіліссіз 8 сағаттан астам уақыт сөйлеген. Парламентте саяси күрес тәсілі ретінде шектеусіз ұзақ сөйлеу филибастер деп аталады. Пелоси мигранттар балаларын депортациялауға қарсы заңды енгізуге үгіттеген. Өкілдер палатасының ғимаратында саясаткерді қолдап ондаған адам акция өткізді. Мәдибек Мағамбет, Азат Ньюс. Бейсенбінің келбеті осындай болды. Өзге де қызықтар, маңызды жаңалықты сайтымыздан таба аласыздар. Ертең қайта көріскенше күн жақсы.